Ерке ТВ каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Отбасы мүшелері. Отбасы деген не? Сіз дүниеге келген кезде, сіз өз отбасыңыз деп аталатын адамдар тобының мүшесі боласыз. Ана, ол біздің отбасымызға қамқорлық жасайды. Ол кейде біздің қажеттіліктерімізді қамтамасыз ету үшін жұмыс істейді. Біз оны анашым немесе мама деп те атаймыз. Әке, ол бізге қамқорлық жасайды және қажеттіліктерімізді қамтамасыз ету үшін жұмыс істейді. Біз оны әке немесе папа деп те атаймыз. Әпке, анамызға үй шаруасына да көмектесіп, бізге де қарайды. Ол біздің үлкен әпкеміз, ол қыз, сізден үлкен туған бауырыңыз. Аға, үй шаруасына да көмектеседі, бізге қарайды. Ол біздің үлкен ағамыз, ол ұл. Бөпе, сәби, жаңа туған нәресте және отбасының кенжесі. Әже, ол біздің анамыз бен әкеміздің анасы. Ол бізге ана немесе әке жоқ кезде қамқорлық жасайды. Біз оны әже деп атаймыз. Ата, ол біздің анамыз бен әкеміздің әкесі. Ол бізге ана мен әке жоқ кезде қамқорлық жасайды. Біз оны ата деп атаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Канал ұнаса каналға тіркеліп, басқа да видеоларды көріп, лайк басып отырыңыздар.